Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын 15 минутта дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, көпіргенше араластырамыз. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сүтімізді, сұйық майымызды қосып тағы да бір араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды илейміз. Барлық заттардың қанша мөлшерде керек екенін астына жазып қалдырдым. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Енді үстінен тағы да ұнымызды салып, қамыр болғанша илейміз. Дайын болған нанымызды 1-2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне ұнымызды салып, тағы да бір рет илеп аламыз. Екінші бөлігіне какаомызды салып, бұны да илеп аламыз. Печеньелардың пішініне келтіру үшін барлығын қолымыздың көмегімен домалақтап шығамыз. Енді ары қарай барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Әсемдігі үшін шанышқыны пайдалануға болады. Егер сізге ұнамайтын болса, бұлай жасамай қоюға да болады. Каналымда бұдан да бөлек түрлі рецепттер бар. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма бірден тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта да түрлі рецепттермен бөлісемін. Қызып тұрған пеште 160 градуста 20 минут пісіреміз. Печеньеларымыз дайын, өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Келесі кездескенше.